О, азан болды. Душқа түсіп алып, бүгін ат үйретем ойым. Үйде тұрған кеше алып келген жылқының бәрін шығарып далаға бағып байлай. Малшыма жалдау керек, бірақ малшы жалдауға ақша жоқ. Түтін шығып тұр үйден, от өшпепті. Үйде жейтін де тамақ қалмаған ба? Мынада да жоқ, мынада да жоқ, мынада да жоқ. Немене бәле болған? О, алма бар екен іш болмаса. Киімдерімді, алманы бәрін алайын да далаға шығып ат үйретейін. Ер тоқымды таба алайын. Енді далаға барайық. Аттардың бәрі аман есен тұр ма екен? Асау аттар да бар еді арасында. Абағы кеше теуіп алып еді ана бір баланы. Ол көршім үйінде ме екен, қазір оған да барып ат үйреткенімді айтып келу керек біраздан кейін, ат үйреткеннен кейін. Оның өзінің ақшасы жоқ, сол үшін маған кішкене малыма көмектесіп жатыр енді. Бар ақшамды осы мал алуға жұмсадым. Осы ауылға көшіп келдім. Бұл үйді өзім болмайтын бір стак алтын қалып еді. Мынау жылқылардың өзінің бәрі 3 стак алтын. Мынаның өзін 10 ба 20 ма алтын қалды. Мақтат деп, мақтат деп. Түрі де әдемі деп бәрі қоймаға соң. Алма беріп жуастадым, кішкене адамға үйренетін шығар. Ойбай басым-ай. Мынау масқара соғу, мықты деп бәрі мақтап қоймай қойып еді. Мінгізбей қойса қайтем. Ё-моё, достар, не істейміз? О, алма бергеннің көмегі ойым. Ол бізге үйренді. Ер тоқымды салайық та енді досыма барып барлығын көрсетіп мақтану керек болып тұр ғой. Қаншалық секіреді екен. Осындай аяқтардың бәрі ағаттар қатты секіреді деуші еді, шынымен екен ғой. Әйтпесе басқа бір аттар, бұрында болған бір аттарым ауылға барып атқа мінетін кезімде түк секіре алмайтын еді. Екі қатар блоктан жорға секіріп өтеді. Шумды естіп жатсыздар ма? Шумды. Алыстан бір шум шығып отқан сияқты болды маған. Айқайлап отқан елдердің. Заттарын бәрін алып бара салайыншы, жолда тағы бірдеңе болып қалса. Достар, сосын бұл ауылдың бір ерекшелігі емес, ауыл емес қой енді. Айдалаға былай қарап тұрсақ, жайлау ғой, жайлау. Адамдар аз тұрады, осы мен өзіміз жақын жерде осы шақ көршіміз бар, Агашты мен танитын өзім кеше көшіп келдім. Мынау жасыл үйде тұратын адам маған кеше көмектеседі, ана дәу үйде тұратын бір бай дейді, оны танымаймын кім екенін вообще. Понятия не имею олар туралы. Мыняқта біреудің сиырлары, малдары жайылып жүр. Мынау мен кеше танысқан досымның ол ештеңесі жоқ еді, мұндай малы. Бұяқта өзіміз жақын жерде 3 адамбыз. Байдікі үйім соған қарағанда. Мына жақтың бәрі немене бәле? Орман сияқты шөбі қалың. Или байдың жері шығар, сатып алған өзінің малын жаяды. Әйтпесе біздің малдарды осы жаққа келіп жая алмайды болмаса. Досым есік алдында су шайған ба не болған? Есік алдында. Үйінің жан-жағының бәрі быт-шыт. Кедей тұрады үй. Үйіне кеп көрмеп едім, мәшін сыртынан ғана көріп едім. Что-то атым да үркіп кетті. Жаңадан үйретілгеннен кейін ба үркіп атқан шығар. Осы жерде тұра тұрсын, мен қазір барып досыма кіріп шығайын. Бақыт! Бақыт! Немене бәле, үйінде тасы жоқ қой мына. Өзі де жоқ. Заттардың бәрі жинап көшіп кеткен бе? Бірақ не үшін көшіп кетеді бұяқтан? Ешкім тиісетін де адам жоқ шығар шли. Или байдың үйіне кетті ме екен? Осы шақ көршіміз бар ғой, Агашты танитындардан. Осы ауылдың, осы яқтың әкімінің кішкене бірдеңелер сайланып, мен жаңадан салынып жатыр ғой бұяққа үйлер. Жаңадан келетін жер адамдар. Атым да кетіп бара жатыр. Атым мықты секіреді екен.
Бірақ что-то өзімен өзі үркей береді. Қорқынышты. Құлап қалам ба деп. Жолдың бәрін естіп кеткен біреулер. Із салып кеткен құсып. Или байдың үйіне баратын жолды шарқып қойған бекен. Атым дыр. Мияқтан масқара үркіп атып. Тоқташ, не көр? Қап қара не? Ема, достар. Еба. Мияқта зомбилар ма бірдеңелер жүр ғой. Адам емес аналар. Дыр, атым. Тоқтамай жатыр. Дыр, Дыр. Тоқта. Тоқташ, Ё-моё, құлатып жатыр. Үркіп жатыр ғой мына жақтан. Мына жақта ата жүр бір. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкумассалам, балам. Атам мына жақтағы үйде менің бір досым бар еді, ана жақта тұрады. Мен ана үйде тұрам. Соң біздің осы жақта үш адамбыз ғой. Соң көршілерім что-то байдың үйінде мына жақта тұрған. Зомбилар ма бірдеңелер жүр. Соған не дейсіз? Бұлардың үйлерінде кеше бірдеңе болды. Түнімен айғай шу. Ё-моё. Ол шалдың айтуынша бұл жақта зомбилар шынымен бар ма сонда? Ол шал не істеп жүр бұл жақта? Атымда тегі жыныма тиді жоқ. Құлата беріп. Тыныш тұр үй. Итте көзім қорқып тұрмын. Тамақ жедің ғой, жүршісінші. Күнде батып баратыр, қараңғы осы қазір үйі. Вообще қорқынышты болады ғой. Не істеймін енді? Ё-моё, зомбилар ма бірдеңе жүр. Сап-сап. Достар, мен уже үйдің айналасында қашып жүрмін. Яқта зомбилар жүр, паук анау-мынау. Бүкіл зомби бар десектен. Яқта жаңа 3 зомбиді өлтірдім. Қылышым бар еді тағы да. Қылышымды алып шықпағанда мен жерде қазір өлетін едім, или атқа мініп үйімде тығылып отыратын едім қазір. Атым қашып дұрыс болды. Бағанағыдай сәл болса алысқа кетіп қалғанда түн ішінде мен уже үй жаққа келіп қалдым. Қазір аттың бәрін орнына байлап, ер тоқымдарын шешіп үйге барып жатып демалам да, ертең азанда контейнер бірдеңе ашуға барам. Енді барынша өзімнің осы жақта ауылға әкелетін заттарды енді шілей бұл жақта автомат анау-мынаулар жоқ шығар. Бірақ білмеймін, енді ауылдың базарына барып көреміз енді. Ауылдың базарынан тапқан қару-жарағымызды алып енді иттер үйретем ба білмеймін, ит асырау керек сияқты. Үйімнің ішіне үшін қап-қара жартысы. Ема, адам өзі қорқып тұрса, шарық түспей қалған ба? Сындырып тастайыншы. Давай, тез бош, адам өзі қорқып тұрса. Сындыр. Достар, мен қазір заттардың бәрін салып жатып ұйықтаймын. Ертең жаңа айтқан істерімді істеймін сосын. Мен адамдар қасыма тапсам, адамдар или иттер ма асырап алып, базардан ит базарға барып, тоже ит сатып алып, сояққа барып жатып ұйықтаймын енді. Бірінші заттың салып тастаймын бақа. Сосын өзіміз бір мәнсіз болар. Жаман қорқып тұрмын, масқара. Зомбилар ана үйде масқара көп. Мен оған никак жеңе алмайтын сияқтымын. Или динамит сатып алып шығарам. Давайте. Досым, егер де саған видео ұнаса, каналға тіркел және комментарийге өз пікіріңді жаза кет. Колокольчикті басып қоюды ұмытпа. Сонда сен келесі видеоларды көрмейсің. Келесі видеолар мықты качествода және микрофонмен болады. Давайте, всем пока.